Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода мен сіздерге үйде ет болмай қалған жағдайда картоптан дайындалатын өте тойымды, өте дәмді тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Картоптан 2 жолмен котлет жасайтын боламыз. Біріншісін табада қуырып аламыз. Ал егер сіз қуырылған тағамды ұнатпасаңыз, не болмаса қуырылған тағамды жеуге болмайтын болса, онда дайын болған қоспаның екінші бөлігін пеште пісіреміз. Бірақ видеоны көруді бастамай тұрып, сіздерге бір өтінішім болып тұр. Жақында ашылған каналымды қолдап, қазақ тіліндегі арналардың дамуына көмектесіп жіберулеріңізді сұраймын. Ол үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын баса кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтемін. Алдын ала рахмет. Ал енді дайындау процесіне көшейік. Бүгінгі көкөністерден дайындалатын котлет үшін 4-5 ірі картоп қажет. Алдын ала жуып, тазартып, енді ортасынан қақ бөліп және тезірек пісу үшін майдалап 5-6 бөлікке бөліп шығамыз. Алдын ала суымызды қайнатып, қайнап жатқан суға картопты саламыз. Картоптың мөлшеріне қарай азғантай тұз салып, отын бәсеңдетіп, қақпағын жауып пісіреміз. Алдын ала пиязымызды аршып, жуып, майдалап, тураймыз. Жақсылап майдалап турап шығамыз. Қазанда картопымыз қайнап жатыр. Картоп піскенше котлетке қосатын басқа да заттарды дайындап қоямыз. Енді бізге сәбіз қажет. Сәбізді үккіштен өткізіп аламыз. Келесі қосатын ингредиентіміз бұл ірімшік, сыр. Сырды майда үккіштен өткізіп аламыз. Сырды қосу міндетті түрде емес, қалауларыңызға қарай. Үйде сыр болмаса, сырсыз да дайындауға болады. Ал егер сыр қосылған тағамдарды ұнататын болсаңыз, онда сыр қосып, бір котлеттің дәмі өзгеше, ерекше шығады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай, өздеріңіз ұнататын көк шөпті алып, майдалап, ұсақтап, турап шығамыз. Мен кинзаны қолдандым. Жақсылап шинковать етіп, ұсақтап шығамыз. Котлетімізге қосатын барлық заттарды алдын ала турап, дайындап қойдық. Енді газға табамызды қойып қыздырамыз. Үстіне азғандай мөлшерде күнбағыс немесе зәйтүн майын құйып, қыздырып, пиязымызды салып қуырамыз. Пиязымызды араластыра отыра, жақсылап қызарғанша қуырамыз. Енді үстіне алдын ала дайындап қойған сәбізімізді қосып, жақсылап араластырып, қуырып шығамыз. Картопымыз да дайын болып қалды, әбден жақсылап піскен. Енді сүзіп алып, қазір біз картоптан картофельный пюре дайындайтын боламыз. Мінекей піскен картопымызды енді езіп, жақсылап біркелкі болғанша жақсылап езіп шығамыз. Пюреміз біркелкі болып шықты. Енді дайын болған пюремізге 2 жұмыртқаны қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді алдын ала үккіштен өткізіп, дайындап қойған сырымызды қосамыз. Сырды қосқаннан кейін жақсылап араластырамыз. Біркелкі болғаннан кейін алдын ала елеуіштен өткізілген ұнды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қоспамыз біркелкі болғаннан кейін алдын ала ұсақтап турап қойған көк шөпті салып, тағы да жақсылап араластырып шығамыз. Енді қуырылған пияз бен сәбізімізді қосып, қайтадан жақсылап араластырамыз біркелкі болғанша. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай тұз бен қара бұрыш қосып, басқа да дәмдеуіштер қосып жіберсеңіздер болады. Енді жақсылап араластырамыз. Мінекей котлет үшін қоспамыз дайын болды. Қазір қыздырылған табаға форма жасап, котлеттің формасын жасап, қуыратын боламыз. Қолымызды алдын ала майлап шығамыз.
котлетіміз қолымызға жабыспай, формасы бірдей біркелкі әдемі болып шығу үшін. Қазір енді осы дайындаған қоспамыздың жарты бөлігінен табаға қуырып шығамыз. Қалғанын біз духовкада пеште пісіретін боламыз. Мінекей қуыруға арналған котлетіміз дайын. Қазір газға табамызды қойып, күнбағыс немесе зәйтүн майын қосып, майымыз қызғаннан кейін котлетімізді саламыз. Табамыз да майда қызып тұр, сондықтан қолымызды байқаймыз, күйдіріп алмас үшін. Дайын болған котлеттерімізді салып, екінші жағын тексеріп тұрамыз. Екінші жағы дайын болған кезде аударып, бәсеңдетілген отта жақсылап қуырып шығамыз. Мінекей котлетіміз де дайын болды, қуырылған түрі. Енді кішкентай кесеге қаймақ салып, үстіне паприканы сеуіп, осылай безендіріп дастарханға қоясыз. Ал енді котлетті дайындаудың екінші жолына көшейік. Қоспамыздың екінші бөлігінен біз котлетті пеште пісіреміз. Ол үшін духовканың листына пергамент қағазын төсеп, алдында көрсетіп кеткендей қолымызды майлап, котлеттердің формасын келтіріп, тізіп шығамыз. Мінекей қоспамыздың екінші бөлігінен түгел котлеттер жасап шықтық. Қазір пеште пісіретін боламыз. Алдын ала қыздырылған 180 градуста пешке салып, 15-20 минутқа қойып пісіреміз. Пісуіне 5 минуттай уақыт қалған кезде алдындағыдан қалған сырымыздан сеуіп, тағы да 5 минутқа қойып шығамыз. Сонымен үйде ет болмай қалған жағдайда картоптан жасалу жолы оп-оңай, дәмі енді сондай дәмді, ауызда еритін котлеттің бүгін біз екі түрін жасадық. Бірінші түрі табада қуырылғаны, екіншісі пеште піскен түрі. Жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап, ерекше тағаммен жақындарыңызды қуантып жүріңіздер. Достар, егер де видео ұнаса, жақында ашылған каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және видео пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Алдағы уақытта әртүрлі ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны баса кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін сіздерге көптен көп рахмет. Сіздермен бірге болған мен Марал Есенова. Кездескенше сау саламат болыңыздар.